адам. Енді бұл ниетке қатысты нәрсенің бірі бұл рия. Рияны білесіздер, адам көрсету үшін істеу. Мысалы, біреу бір нәрсені істейді, адамдар үшін ғана. Енді біреу дейді, екінші түрлі бар дейді. Ол Алла үшін істейді, және адамдар үшін істейді. Біреу келді, мысалы, ой, бәленше намаз оқып жүр екен деп намаз оқыса, бұл рияның бір түрі, яғни жасаған амалы адамдар үшін. Енді екінші бір түрі рияның, адамдар Алла үшін намаз оқиды, бірақ сонымен қатар мені адамдар көрсе екен дейді. Осы екі жағдайда да дейді, бұл адамның ниеті рия болғандықтан амалы пайда бермейді. Келді, намаз оқып жүр, Алла үшін, Алла бұйырды, парызы деп есептейді. Бірақ сонымен қатар адамдар мені көрсе екен дейді. Мен қалай Құран оқимын? Мен қараш күніне жоқ дегенде 4 мәрте жамағат намазына келемін, мен соны адамдар байқаса екен деген сияқты ойда болатын болса, бұл екі жағдайда да адамның амалы пайда бермейді. Мысалы дейді, бір адам намаз оқуды, мысалы, 5 намазын оқуды қалады. Мешітке келді 5 намазына. Бірақ онысы Алла үшін. Алланың парыз қылған несін ғибадат орындау үшін. Енді бірақ бұл адам намазды созады дейді. Мысалы, мешітке келді, зухурдың сүннетін оқыды, болмаса зухур парыздан кейінгі 2 ракат созады. Ондағы мақсаты оның адамдар айтсын деген ойда болған болуы мүмкін. Біз жаңа өткен бір уағыз насихатымызда айттық, мынау шайтан лағнет адамды ең бірінші дейді, күпірлікке итермелейді екен. Оның ең бірінші тәсілі адамды қайтсе кәпір қылсам дейді екен. Кәпір қыламағанына көз жеткеннен кейін оны қайтып үлкен күнәға түсірсем деп әрекет етеді екен. Арақ ішу, зина жасау, харам нәрсеге қарау, әйтеу бір итермелеу керек. Енді соған түсіре алмасына көз жеткен шайтан лағнет тоқтап қалмайды екен. Қайтсем бұны енді кіші күнәларға түсірем деп әрекет еткізеді екен. Енді оған түсіре алмағандығына көз жеткен лағнет қайтсем бұны макрухаттарға, мубихаттарға, жаңа жеңіл-желпі күнәларға түсірсем дейді екен. Енді оған күші жетпеген, әрекеті болмаған кезде шайтан тоқтап қалмайды екен. Адамды ешқандай да бір күнә атаулы, макрух атаулыға түсіре алмағандығына көз жеткен шайтан, ол тоқтап қалмайды. Болды, бұл адам енді күнәға итере алмайды екен, одан да басқа адамды азғырайын демейді дейді. Ол керісінше ол адамның ғибадатына, бірінші ықыласына кіреді екен. Ықыласына кіреді екен. Не дейді? Бәленше сен қараш, күніне 4 мезгіл намазға қатысатын, таң намазынан басқа, немесе құттаннан басқа, немесе зухурдан басқа, асырдан басқа. Осы сен сияқты жамағаттың ішінде біреу бар ма екен? Немесе келет жаңағы естірту дейді. Рияның бір түрі, ниетті жоятын нәрсенің бірі естірту. Мысалы, адам бауырым, қанша уақыт жамағатқа қатысасың деп сұрайды да біреуден. Енді өзі 4 мезгіл, 5 мезгіл қатысып жүр ғой. Соны айтқысы келеді. Бауырым намаздан қалмасай дейді да. Намаздан қалуға болмайды деп қояды. Өйткені енді өзі қалмай жүр ғой. Шайтан тоқтап қалмайды екен. Бұның ықыласына кіре алмағаннан кейін дейді, бұны жаңағы ғибадаттың сипаттамаларына енеді. О, Нұралы, сен намаз ұзақ оқисың дейді. Сен адамдар айтып жатыр, рукуқта сен ұзақ тұрады деп айтады. Сен одан сайын тұрасың да. Сен имамдыққа өтіп кетсең, намазды созасың. Адам бұған жол бермеу керек. Яғни айтайын деген нәрсем, лағнет, шайтан бір секундқа тоқтап қалмайды екен. Біз Аллахты еске алмай зікір етпей қалуымыз мүмкін.
секунд төмен қойын, сағаттап. Бірақ шайтан бізді азғыру, қаттан тайдыру үшін 1 секунд тоқтамайды. Сондықтан да имамдарымыз өзінің еңбектерін осы иннамал аъмалу бинният хадисімен бастады. Яғни Алла үшін. Мысал қараңыз. Сіз күніне 5 мезгіл жамағатпен намаз оқыдыңыз. Егер ниетте кеткен болсаңыз, бәрі бекер. Келгендегі уақытыңыз, ұйқыңызды бөліп келгендегі уақытыңыз барлығы заяға кетеді екен. Сондықтан адамның бірінші нәрсесіне ол ниетті туралау керек. Сондықтан ғалымдар айтты, егер біреу деді мешітке кеп намаз оқыса, мысалы өзі үйде оқиды, тез оқиды, жаңағысы айтты, намазын оқиды. Бірақ намазы бұзатындай деңгейде емес. Бірақ жамағатқа кеп қалса, асықпай алады, асықпай еңкейеді, рүкүғта біраз тұрады, қайтады, асықпай сәждеге барады, сәждеде біраз жатады, қайтып келіп 2 сәжденің арасында отырады. Енді адамдар отыр ғой. Бұл адамның амалы не деді? Ғалымдар айтты, бұл адам намаз оқығандығы мойнынан түседі деді. Бірақ оққан намазың сауабын алмайды деді. Намазды оқу бар, ол намаздың мойнынан түсуі бар, және сол оқылған намаз үшін берілетін сауап бар. Ол адам және адамдар көрсін деп намазын әдемілегендігі ниеті үшін дейді, ол намазы орындалған болады, бірақ ол әдем жаңағы ниеті үшін намазын сауабын алмайды. Сондықтан да сіз адам жоқта қалай оқисыз, адамдардың көзінше де солай оқыңыз. Ал егер сіз үйде басқа жоқ адамдардың көзінше өзгере бастасаңыз, сіз біліңіз ниетіңізге шайтанның кіріп жатқандығы. Ол сіздің жасап жатқан амалыңызды құртқысы кеп тұрады. Қандай бір себеп тауып. Сондықтан адам өзін хақиқи бейнесінде ұстау керек.